Зинаталлаха, бұл өмірдің, бұл қыбыр жыбырдың бәрі өмірдің зейнеті. Зейнет деген сөз не? Бұл адамға қуаныш сыйлау керек сізге. Жұмыс па? Жұмыс қуаныш сыйлау керек. Киім кешек па? Сізге қуаныш сыйлау керек. Барлық нәрсе қуаныш сыйламай ма? Істемеу керек оны. Сол үшін айтады. Жұрттың барлығы жаса, мысалы, Шварценеггердің, Арнольдтың әдемі сөз бар. Жер бетінде дейді, 75% адам өзінің қаламайтын жұмысын істейді дейді. Өзінің қаламайтын, жек көретін жұмысын істейді дейді. Құл сияқты да өз-өзін. Кім оны апарып қойды соған дейді. Өзі. Ешкім емес. Өзі кінәлі оған. Басқа ешкім. Оны ешкім көшеде жүрген жерден желкелеп алып келіп тұрып, сен мен мына жұмысымды істейсің. Ұнай ма, мен қызықтырмай, басын жарып жіберемін демейді ешкім оған. Рас қой? Өзі келді, өзі жүрді. Көресіз, ана бір жерде отырады, бір дәрігерге барып қалсаң емделейін деп, маңдайы тырысып отырады. Көкем-ау, мен ауырып тұрмын, осындай десе, анау бір өмірінен алып отыр да, жаңағы айлығым кішкентай, мына жерім мынандай адамдар да келіп миымды ашта береді. Ұнамай ма жұмыс, шығып кет айналайын. Көпшіліктің жері ғой бұл. Көпшіліктің қызметі болғасын, ана маңдайыңды жазып, кішкентай жүзіңе күлкі кіргізіп, жұмыс істе, рахаттанып істе. Істеген кинема кет о жерден. Бір жерге барып қаласыз жұмыс істеп. Әшейін пол жуып отқан адам бір көзімен аларып, жаңағыдай атып жіберердей. Айналайына, ұнамай ма, жұмыстан кетсеңіз сол жерден. Ұнайтын жұмыс істеңіз. Қалай істеу керек? Құдай сізге бас берді ғой. Неге берді ана басты ойланбасаңыз? Анау басты Алла тағала екі иықтың үстіне неге берді оны? Егер ойланып, сол ақылға салып, өзіңізге ұнайтын жұмыс істемесеңіз, Алла тағала бекер айтып тұрған жоқ. Инна жаална ма алал арди зинаталлаха. Жердің барлығындағы, бүкіл жердегі қыбыр-жыбыр тіршіліктің бәрін біз зейнет үшін жібердік деді. Болды. Ол көркемдік. Көркемдік деген сізге қуаныш сыйлау керек. Көркемдік деген сізге бір көңіл күй сыйлау керек. Сыйламай ма? Істемеңіз. Басқа жұмыс көп. Көп адам ол жерге құл болу үшін келген жоқ бұл дүниеге. Соны біліп алыңыз.